Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, өте сочный творожный пирог жасайтын боламыз. Бізге қамырын жасап алу үшін ең бірінші ұн, щедрое лето майы, қант, 3 жұмыртқа, қопсытқыш және тұз қажет болады. Сонымен қатар терка керек және миксерді қолданамыз. Бұл жерде мен 2 пирогтың тестасын жасаймын. Оны біреу жасасаңыздар 2-ге бөліп жасай бересіздер. Астына описанияда барлық мөлшерін қалдырып кететін боламын. Ал енді бірінші ұнға теркадан майды өткізіп аламын. Теркадан өткізілген майды онымен араластырып крошка жасап аламын. Енді 3 жұмыртқаны жарып аламын. Менде орташа көлемдегі жұмыртқа 60 грамдай болады әрқайсысы. Жұмыртқаның үстінен енді қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамызды әбден араластырамыз. Осындай пена сияқты көтеріліп воздушный болу керек. Жұмыртқамыз дайын болды. Енді крошка жасаған ұнымызға қопсытқыш тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, үстінен жұмыртқамызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші силикон қалақшамызбен араластырып аламыз, содан кейін қолымызбен илесек болады. Ең бастысы қамырымыз бір-біріне бірігуі керек. Көп илеудің қажеті жоқ. Осылай жұмсақ қамыр болады. Бұл қамырды мен 2-ге бөлемін. 2 пирог жасауыма болады. Әрқайсысы 540-550 грамдай болады. Жасаған қамырды енді тоңазытқышқа жарты сағаттай қойып қоямын. Енді салмасын, яғни начинкасын дайындаймыз. Оған 2 пачка творог, 3 жұмыртқа, қант, клейги, сметана және де әртүрлі ягодалар керек болады. Және блендерді қолданамыз. Начинкасын дайындау үшін бәрін бірге салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламын. Пирогтың ингредиенттерін, қанша мөлшер қосуға болатынын астындағы описанияда қалдырамын. Каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Сіздерге өте оңай әрі бір жасағаннан дәмді болып шығатын 100% тексерілген рецептілермен бөлісетін боламын. Массамыз бірыңғай болып араласты. Осындай сұйықтықта болу керек. Піскеннен кейін бәрі бірігіп, өз қалпында формасын ұстап тұрады. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, әдемілеп бортиктарын жасаймыз. Бұл жерде менде диаметрі 24 см. Астына міндетті түрде жақсы сападағы пергамент қағазын саламын. Бортиктарын жасап болғаннан кейін пышағымызбен жан-жақтарын дөп-түзу етіп кесіп аламын.
артық қамырларын астына тегістеймін. Енді дайын болған формамызға начинкасын құямыз. Осылай жақсылап тегістеп аламыз. Енді қалауымыз бойынша әртүрлі ягодалар қосуымызға болады. Менде бұл жерде малина және де смородина. Пирогымыз жартылай дайын болды, енді тек қана пісіру қалды. Духовкада 180 градуста 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болып қалды. Басында осылай көтеріледі. Содан кейін бөлме температурасында суытамыз. Содан кейін қайтадан өз қалпына келіп басылады. Творожный пирогымыз дайын болды. Енді қалауларыңыз бойынша сахарная пудрамен әдемілеп сеуіп шықсаңыздар болады. Содан кейін дәмін бірге көреміз. Өте дәмді әрі оңай, сочный болып шығады. Творогтары бір-біріне біріккен, қамыры қытырлап үгітіліп тұрады. Ішіндегі жем-жидектері де ерекше бір дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Осындай видеодағыдай болады. Бір жасағаннан. Енді сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Шаймен ішкенде де өте дәмді шығады. Ас болсын.